Баршаңызға сәлем, каналыма қош келдіңіздер. Абайдың 33-ші қара сөзі. Егер де мал керек болса, қолөнер үйренбек керек. Мал жұтайды, өнер жұтамайды. Алдау қоспай, адал еңбегін сатқан қолөнерлі қазақтың әулиесі сол. Бірақ Құдай тағала қолына аз-маз өнер берген қазақтың кеселдері болады. Әуел бұл ісімді ол ісімнен асырайын деп, артық ісмерлер іздеп жүріп көріп, біраз істес болып, өнер арттырайын деп түзден өнер іздемейді. Қолындағы аз мұзына мақтанып осы да болады деп, баяғы қазақтың талапсыздығына тартып жатып алады. Екінші, ерінбей істей беру керек қой. Бір-екі қара табылса, малға бөге қалған кісімсіп, маған мал жоқ па дегендей қылып еріншек, салдау, салғырт, кербестікке салынады. Үшінші, дарқансың ғой, өнерлісің ғой. Шырағым немесе ағеке нең кетеді, осы ғанамды істеп бер дегенде маған да біреу жалынарлыққа жеткен екенмін деп мақтанып кетіп, пайдасыз алдауға, қу тілге алданып, өзінің уақытын өткізеді. Және анаған дүниенің қызық алдауды білген дегізіп, көңіліңде мақтандырып кетеді. Төртінші, тамыршылдау келеді. Бағанағы алдамшы шайтан тамыр болалық деп бір болымсызын берген болып, артынан үйтемін бүйтемін, қарық қыламын тамырым досым десе, мен де керектінің бірі болып қалыппын ғой деп, және жасынан іс істеп үйден шықпағандық қылып, жоқ барға тарысып, алдағанды білмеу, дереу оның жетпегенін жеткізем деп, тіпті жетпесе өзінен қосып, қылып бер дегенінің бәрін қылып беріп, күні өтіп, еңбек қылар уақытынан айырылып, жоғары шыққа қарық болып, тамақ, киім, борыш есінен шығып кетіп, енді олар қысқан күні біреудің малын бұлдап қарсы алады. Оны қылып берейін, мұны қылып берейін деп, сонымен табысы құралмай, борышы асып, дауға айналып, адамшылықтан айырылып, қор болып кетеді. Осы несі екен? Қазақтың баласының өзі алдағыш бола тұра, және өзі біреуге алдатқыш болатындығы қалай? Сіздерге түсінікті болды деп ойлаймын. Назарларыңызға көп рахмет.